Бүгін біз ой жұмақ деген мультикті аударамыз, яғни екінші бөлімі. Бұл мультик кинотеатрларда көрсетіліп жатыр. Ал оған бару үшін ақша. Ал мен сіздерге тегін көрсететін боламын. Сол үшін видео басталмай тұрып, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Мультиктің басында барлық эмоцияларды бізбен таныстырады. Бұл бізде қорқыныш, жиіркеніш, ашу, мұң. Ал басты эмоция қуаныш. Соңғы кезде Райли тамақ пісіріп, сабақты беске оқып, хоккеймен айналысып, бәріне көмектесіп жүргенде Райли қуанышқа толған. Даже оған сүйікті киімі де сыймай қалған. В общем, бәрі жақсы өтіп жатыр. Ал шын өмірде Райли хоккейден біреуді топтан өткізіп гол соғады. Және оны жоғары топтың бапкері біраз мақтап көңілін көтеріп, лагерге шақыру билетін тастап кетеді. Ал бұған қуанған сонша өмірі тазаламайтын таяғын тазалап отырады. Кейін ата-анасы кіріп келіп, жақсы ойнайсың, сенің қолыңнан бәрі келеді деп бір мақтайды. Кейін Райли ұйқыға кетеді. Ал мұнда жаман оқиғаларды басқа жерге жіберетін бір керемет технология бар екен. Сөйтіп барлық эмоциялар ұйқыға кетеді. Ал мұнда мұң мен қуаныш бір жерге лифтімен көтеріледі. Яғни көтерілген жері ол естеліктерді қалыптастыратын жер екен. Это неизменно. Кейін барлығы ұйықтап жатырған сол еді, бірдеңе тырсылдап бәрі оянып кетті. Сөйтсе мұнда құрылысшылар осы жерді үлкейтетінін жеткізеді. Өйткені жақын арада жаңадан эмоциялар келетін болады. Сөйтіп жатырғанда Райли ұйқыдан тұрады. Ал құрылысшылар кейін жөндейміз деп кетіп қалады. Және Райлиді басқаратын жерді бұзып кетіпті. Сөйтіп Райли сәл ашуланып қалады. Бірақ кейін лагерге кетіп бара жатып, Райлидің достары басқа мектепке көшетін болып шешім қабылдапты. Кейін Райлидің көңілі сәл түседі, бірақ көліктен шыққасын Флордан түседі. Кейін құрбыларына кетіп бара жатып, Белл деген қызбен танысады. Сөйтсе ол осы мектептің хит екен. Сөйтіп тұрғанда мұнда жаңадан эмоциялар келіпті. Ол көтке кіру эмоциясы болып шығады. Ал бұл қызғаныш, ұят, немқұрайлылық. Негізінен бұл көтке кіру емес, болашаққа жоспар құрушы екен. Сөйтіп Белл оны көптеген жаңа адамдармен таныстырады. Бірақ Райлидің кесірінен барлығы телефондарынан айырылады және мұзда плотно қиналады. Демалыс уақытында қыздардың барлығы Райлиді өсек қылып отырады. Как будто ты была очень собрана в 9 классе. Я была более зрелой. Осының бәрін естіп қойған Райли Беллдің көтіне кіріп алсам, бәрі мені құрметтейді деп ойлайды. Сосын өмірі айтпаған сөзді Беллге айтып береді. Какой крутой капитан, я восхищаюсь тобой. Все. Кейін тренер екі топқа бөлінуді сұрады. Ал Райлидің ойында екі таңдау болды. Ол көтке кіру эмоциясының арқасында Беллге барды. Кейін көтке кіру эмоциясы бұрынғы эмоцияларды бір банкаға қамап тастады. Өйткені оның ойынша ол эмоциялар енді үлкен Райлиге қажеті жоқ. Кейін оларды Райлидің құпия сақтайтын жерге апарып тастайды. Ал ол жерден олар бұрын Райли бұдан да кішкентай болған кезде жақсы көрген заттары бар екен. Кейін олармен бірге бір құпия сақтайтын жерден қашып шыққан сол еді, оларды құрылысшылар көріп қойды. Бірақ бір батыр өзінің мықты күшімен жеңіп шықты. Кейін олар бірдеңе қылып жоспар құрады. Ал мына жақта мынау болса ерте тұрып алып тренировкасын бастап кетіпті. Ал оның жаттығуын Белл көріп молодец деп жатады. Кейін мынау әдеттегідей Беллдің көтіне кіруді тағы бастап кетеді. Боже, нас понимают. Я сразу поняла, что ты наш человек. Кейін мұнда мұңды құбыр арқылы бас бөлімге баруға көндіреді. Ал өздері болса бұрынғы естеліктерді әкелуге кетеді. Райли кешке жаңа құрбыларымен кешкі ас ішуге барайын деп жатырғанда қызыл дәптер туралы біледі. Яғни онда Райли туралы бапкердің ойы жазылған. Бірақ Райлидің оны алуға батылы жетпей, олар құрбыларына қайта еріп кетеді. Және ол жолда қалай ойнауға болады деп басы қатып жүреді. Және көтке кірушінің кесірінен көпір бұзылып жаяу баруға тура келеді. Кейбіреулерден көмек сұрау да сәтсіз болды. Кейін қуаныш ашуланып бәрін таң қалдырады. Және олар ұшатын бірдеңкемен төбеге көтеріліп жол табады. Ал мұнда мұң төбеге жетіп, ұятпен достасып алады. Ұят оған көмектеседі, база жоқ десеме. Кейін олар армандарын өзгергенін байқайды. Көтке кіруші қуаныштың сонда екенін біліп, оған полиция жібереді. Ал қуаныш болса, үрейді тыңдамаңдар деп барлығын көндіреді. Сөйтіп тұрған кезде полициялар келіп қуанышты қуа жөнеледі. Кейін олар бір шеруге жөнелтеді. Шеруден олар бір шармен Райлиге қарай беттейді. Ал мұнда көтке кіруші тренердің дәптерін оқуға Райли істемейді. Және ол оны істеуге барған кезде мынаның телефонын алып, Райлиді олай істеу дұрыс еместігіне көндіреді. Бірақ көтке кіруші телефонды алып қойып, по-любому қаратады ғой. Сөйтіп ол әлі дайын емес деген жазуды көреді. Ал мұнда аспаннан идеялар құлап жатады. Кейін алдарынан бір идеал даун пайда болып, оларды жұтып алады. Бірақ ол бір нән идеяға мініп алып, Райлиге жолға шығады. Бірақ әрине сәтсіз. Ал мұнда аналар нән идеяны қосып, Беллге ұқсайтын шаш жасайды. Қуаныш бағанағы естеліктерді тауып, Райлиді құбыр арқылы жолға шығарайын деп жатырғанда, көтке кіруші құбырды сындырып тастайды. Сол үшін қуаныштың барлық амалы да күш-жігері де таусылады. Және Райлиді
бірақ Ашу Шапуш деген дорбаны шақырып алады. Және енді сәл ашуланшақ досың ғой бұл. Комментке атын жазып кетті. Кейін бұлар жарылғыш заттармен төбеге көтеріліп шешім қабылдайды. Алдында ол өзінің жан досын жарақаттап алады. 2 минут демалыс алады. Сөйтіп әзер дегенде қуаныш келіп, барлығы көтек көршінің естеліктерін алып, бұрынғы естеліктерді қояды. Бірақ бұл әсер етпейді. Сол үшін қуаныш Райлидің кім болатынын өзі шешуі керек деген шешімге келіп, бұрынғысынан да ескісінен де алып, жаңадан қателесе білетін, жақсы істей алатын Райлидің жаңа естеліктерін қалыптастырады. Я эгоистка. Я добрая. Я никуда не гожусь. Және Райли өз-өзіне келіп, бұрынғы достарынан кешірім сұрайды. Енді ол қалай көтке кірсем деп емес, өзіме қалай ұнайды деп ойнауын бастайды. Негізінде адам болашағын ойлап тұру керек, бірақ бәрі өз уақытында. Кейін мұнда барлық эмоциялар жиналып, бір-бірінен кешірім сұрап достасады. Осылай ол жоғары сыныппен бірге оқитын болды. Және көп нәрсені үйренді. Осындай керемет видеоны шығаруға көп уақытым кетті. Енді сіздер қызғаншақ болмай, тегін лайктарыңызды басып кетіңіздер. Жатарда сүйіп жатыңыздар.